Барлықтарыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі мен сіздерге көрсететін емдік рецепт, емдік қоспа, бұл буындарға өте пайдалы қоспа. Кәне рецептісін көрейік. Ең бірінші ингредиентіміз бұл алоэ вера. Алоэны өз түпіне тікендерін кесіп алып тастаймыз да, ұсақ-ұсақ қып тураймыз. Алоэ вераның гелі мен шырыны буындардағы ауырсынуды жеңілдетуге, қабынуды азайтуға және де дене мүшелерін қалпына келтіруге көмектеседі. Ол сондай-ақ қан айналымын жақсартып, буындардың икемділігін арттырады. Сонымен осылай турап аламыз. Және емдік қасиеттер туралы айтып кеттім. Өзіңізге ыңғайлы бір ыдысқа салып аламыз. Міндетті түрде бір шыны ыдыс болу керек, пластмасс емес. Келесі біздің ингредиентіміз бұл бал. Алоэ вераның қабынуға қарсы және жаңаруға көмектесетін қасиеттері бар деп жаңа айттым. Ал бал оның әсерін күшейтеді. Сол себепті бұл емдік рецепт екі ингредиенттен тұрады. Бұл алоэ вера және де бал. Аптасына бірнеше рет жасауға болады. Компресс жасайсыз тісеңізге, қолыңызға. Содан кейін 20 минут, 40 минут ұстайсыз да, жылы сумен жуып тастайсыз. Енді компресс жасағанды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Бір апта күнде жасауға болады. Содан кейін эффектісін міндетті түрде жазыңыз.